Республика бойынша алғаш рет облыстық Қазақстан Халқы Ассамблеясы қабырғасында қазақтану мектебі ашылды. Енді мемлекеттік тілді меңгеріп, қазақтың ұлттық болмысын танимын дейтіндер үшін арнайы сабақтар өткізілмек. Жас айырмашылығына қарамастан кез келген тұрғын сабақтарды тегін ала алады. Қазір уақытта Қазақстан Халқы Ассамблеясы жаңа бағытты дамытып жатыр, қазақтану деген. Оның негізгі ойы қазақ тілі, қазақ мәдениеті, қазақ тарихы, қазақтың ежелгі уақыттан келе жатқан қол өнері, қазақтың ұлттық тағамдары деген сияқты ойындары. Сол арқылы басқа ұлттарды осы мәдениетке үйрету. Соған арнайы ең бірінші не істейміз? Білім береміз. Білім теория ретінде және тәжірибе ретінде. Бұл мектеп қазақ мәдениетімен сусындаймын дейтін жерлестеріміз үшін 5 бағыт бойынша сабақ береді екен. Мұнда ұлттық тағамдарды әзірлеуді үйретіп, қазақтың ұлттық ойындары мен қолөнерін, домбыра тартуды дағдылана алады. Школа «Казахтану» она включает 5 больших разделов. Қазақтану мектебі 5 бағытта жұмыс жасайды. Біріншісі асыл мұра деп аталады. Онда қазақ халқының салт дәстүрлерін, ырымдарын үйрететін болады. Екіншісі қазақ тайм. Бұл жерде қазақ тілі үйретіледі, бірақ үйреншікті сабақ ретінде емес, бейресми түрде әңгіме жүзінде үйретіледі. Үшіншісі халық мұрасы. Бұл қазақ халқының қолөнерін таныстыратын бағыт. Келесі бағыт ас дәмді болсын деп аталады. Бұл жерде аты айтып тұрғандай ұлттық тағамдар әзірлеуді үйретеді. Соңғысы ұлттық ойындармен танысайық деп аталады. Ұлттық ойындарды үйрететін, ол туралы мағлұмат беретін бағыт. Қазақтану мектебінде кез келген солтүстік қазақстандыққа есік ашық дейді ұйымдастырушылар. Алдағы бірер күнде орталықтың толық жұмыс жасау кестесі жасалады. Дәрістерге жазылу үшін ассамблея ғимаратына жүгіну керек дейді мамандар. Әйгерім Дүйсекина, Бақыт Темірғалиев, Первый Северный.